Анасы жақында ғана миллиардерге тұрмысқа шыққан соң, қыз өмірінде алғаш рет зәулім сарайға көшіп келді. Бірақ бұл оны қуантпады. Керісінше, көңілінде жиіркеніш сезімі пайда болады. Өгей әкесінің жылы ықыласына да еш жауап қатпай үнсіз жүріп кетті. Алайда бұл көшу оның бүкіл өмірін түбегейлі өзгертетінін ол әлі білген жоқ. Зәулім үйдің табалдырығын аттаған сәтте Энни көз алдындағы көрініске таңырқап қалды. Сән салтанатқа бөленген кең дәліздер, әрбір ұсақ бөлшегінен байқалатын байлық пен асқақтық. Тіпті үйдің ішінде жеке спа аймақтың барын көргенде тіптен таңғалады. Мұндай өмірді бұрын соңды көрмеген қарапайым қыз үшін бәрі ертегідей еді. Бірақ Энниге бұл ортаның ешқайсысы ұнамады. Ол өзін бұл жерге бөтен сезініп, бәріне көңілі толмай, достарына шағымдана бастайды. Дәл сол сәтте ол артына бұрылғанда, қарсы алдында Майк тұр екен. Сен менің әкемнің жаңа әйелінің қызы шығарсың. Ангус рағуы қалай? Әлде рамен жейсің бе? Мүмкін алма штруделі? Сендер сияқты ауылдан келгендер не жейтінін білмеймін. Тек кейін құсып жүрме. Оның өткір сөздерін тыңдап болған соң Энни кетпек болады. Бірақ артына бұрылғанда алдынан ашылдаған ит шыға келді. Намысқа тырысқан Энни қолына түскен затты лақтырып жібермек болады. Майк өте сымбатты жігіт болғанымен, бірақ мінезі тым тәкаппар еді. Кешке Эннидің келу құрметіне отбасы арнайы дастархан жаяды. Алайда ол жаңа ортаға қарсылығын білдіргендей өте қарапайым киініп шыға салды. Соған қарамастан оның ерекше болмысы Майктың назарын бірден аударып, ол көзін Энниден ала алмады. Дастархан басына жиналғанда Энни өзін әдепті әрі сыпайы ұстайды. Алайда оның шын мінезі мүлде басқа еді. Екеуінің арасындағы шиеленіс әлде басылмаған болатын. Біраздан кейін Майк сылтау айтып кетпек болады. Бірақ әкесі екеуінің қарым-қатынасын түзеткісі келіп, Майктан Энниді жолай апарып тастауды өтінді. Өкінішке қарай жол бойы олардың жанжалы қайта жалғасады. Ашуға булыққан Майк Энниді көліктен түсіріп, айдалада жалғыз қалдырып кетті. Амалы таусылған Энни жолдан өтіп бара жатқан көліктерге қол көтере бастайды. Бақытына қарай бір сымбатты жігіт тоқтап, көмектесуге келісті. Ол жақын маңдағы сауық кешке бара жатқанын айтып, Энниді де бірге ертіп кетеді. Бірақ тағдырдың жазуы әрдайым тосын сыйға толы ғой. Ол жерден Майкты қайта кезіктірді.